Тірек қимыл жүйесі сүйектер, буындар және бұлшықеттерден тұрады. Ең алдымен сүйектерге тоқталатын болсақ, олардың организмде атқаратын қызметі бірінші тірек қызметін атқарады. Яғни ағзамызды тік ұстауға және де біздің ағзамызға пішін береді. Ал екінші қызметі қан жасау процесі. Яғни бізде қан жасушалары тромбоциттер, эритроциттер және лейкоциттер сүйек кемігіндегі қызыл кемікте түзіледі. Ал үшінші қызметі қорғаныштық қызметі. Яғни ол ішкі органдардың сыртын қаптап, қорғап тұрады. Яғни механикалық күштің түсуін азайтып, зақымданудан қорғайды. Мысал ретінде, біздің бас сүйегімізде орналасқан ми сауыты миды қорғап тұрады. Тура сол секілді кеуде қуысында бізде жүрек пен өкпе орналасқандықтан, оны сыртынан бізде кеуде торы, қабырғалар төс сүйек артқы бөлімінен омыртқа жотасы қорғап тұрады. Адам ағзасында жалпы 200-ден астам сүйек бар. Енді олардың жіктелуіне тоқталатын болсақ, жалпы сүйектер түтік тәрізді сүйектер және жалпақ болып бөлінеді. Түтік тәрізділердің өзі бізде қысқа және де ұзын сүйектер болып бөлінеді. Ұзын түтікті сүйектерге негізінен қол аяқтағы жілік сүйектер жатқызамыз. Мысалы, тоқпан жілік, кәрі жілік, шынтақ жілік деген секілді сүйектер жатқызамыз. Қысқа сүйектерге қолдың алақан және білезік сүйектері және де аяқтың табан сүйегі мен башпай сүйектерін жатқызамыз. Ал жалпақ сүйектерге бізде жауырын сүйек, бас сүйек, төс және де жамбас сүйектерін жатқызамыз. Келесі қаңқа бөлімдеріне келетін болсақ, бірінші бізде бас сүйегі, дене сүйектері және де қол аяқ сүйектерінен құралады. Бас сүйегінде ми сауыты және де бет сүйектері орналасса, дене сүйегінде бізде омыртқа жотасы және кеуде қуысы орналасқан. Кеуде қуысы кеуде торынан құралады. Яғни бізде қабырғалар төс сүйектен құралады. Сонымен қатар дене сүйектеріне иық белдеуін жатқызамыз. Оған бізде жауырын мен бұғанан жатады. Келесі бізде қол аяқ сүйектерінен құралады. Яғни бізде жамбас белдеуінде бізде жамбас сүйектері, шонданай, шат, мықын орналасқан. Келесі буындарды алатын болсақ, олар сүйектердің арасында орналасып, сүйектерді қозғалысқа келтіріп отырады. Яғни біздің ағзамыз осы буындар арқылы қозғалысқа келіп отырады. Сүйектердің байланысуына байланысты бізде 3 типке бөлеміз. Қозғалмайтын, жартылай қозғалатын және қозғалмалы тип. Қозғалмай байланысатын сүйектерге бізге бас сүйегі мен жамбас сүйектерін жатқызамыз. Ал жартылай қозғалатын сүйектерге омыртқа жотасы мен кеуде қуысы жатады. Ал қозғалатын байланысу бұл сүйектің буын арқылы байланысуы. Бұған бізде аяқ-қол сүйектері және де астыңғы жақтың сүйегін жатқызамыз. Келесі әртүрлі қозғалысқа жауап беретін тірек қимыл жүйесінің бөлімі бізде бұлшықеттер деп аталады. Адам организмде 600-ден астам бұлшықет бар. Бұлшықеттер негізінен жиырылып, жазылу арқылы организмді қозғалысқа келтіріп отырады. Сонымен қатар бұлшықеттер бұлшықет жасушаларынан миоциттерден түзілген болып келеді. Енді адам организмдегі бұлшықеттердің жіктелуіне келетін болсақ, бізде оны 3-ке бөлеміз. Ең бірінші бізде қаңқа бұлшықеттері, одан кейін адам организмнің ішкі органдарын қамтамасыз етіп отыратын бізде бірыңғай салалы немесе тегіс бұлшықеттерді айтамыз. Және де жүрек бұлшықеті, яғни көлденең жолақты бұлшықеттен құралады. Қаңқа бұлшықеттері адам организмде саналы түрде басқарады. Яғни біз қаңқа бұлшықеттерін біз қозғалысқа келтіре аламыз. Яғни адамның жүріп тұруы, отыруы, жүгіруі осы қаңқа бұлшықеттер арқылы жүзеге асады. Ал бірыңғай салалы бұлшықеттер олар ішкі мүшелерді қамтамасыз етіп отырады. Мысалы, ас қорыту жолындағы ішектің ас қорыту жолдарының қызметін осы бірыңғай салалы бұлшықеттер қамтамасыз етеді. Ал көлденең жолақты бұлшықеттерге жататын бізде жүрек. Жүрек ол тоқтаусыз автономды түрде қозғалып отырады. Яғни бүкіл адамның организміне қанды айдап, қанмен қамтамасыз етеді, яғни адамның қатысымсыз еркін қозғалады.